25 жасымда мен тұрмысқа шықтым. Ол менен 5 жас үлкен болатын. Бәрі жақсы болды. Күйеуім мені жақсы көрді. Мен 28 жасымда жүкті болдым. Ал 7 айдан кейін күйеуімнің менен 7 жас кіші сүйіктісі бар екенін білдім. Ол өз ісімен, бизнесімен және әртүрлі сылтаулармен үйге қонбауды әдетке айналдырды. Мен некені сақтау үшін ол туралы білетінімді білдірмедім. Ал менің шағымданатын, жылайтын ешкімім жоқ еді. Мен өзім балалар үйіненмін. Қызым дүниеге келді. Тынышсыздау болды. Түнде жиі жылайтын. Ол ұйықтай алмайтынын айтып, бізде бір бөлмелі пәтер болатынын, ағасының үйіне кетіп қалатын. Мен оны қалағандықтан бәріне төздім. Некемізді сақтау үшін барлық мүмкіндікті жасадым. Ол мені ақылсыз, қорқынышты, толық екенімді, босанғаннан кейін 10 келі салмақ қосыппын. Өзінің достарының әйелдері әрқашан жақсы көрінетінін, жақсы киінгенін және менің жетім екенімді айтып бетіме басатын. Ол маған қол көтеруді бастады. Тіпті мені үйден қуып шыға бастады. Бірақ баратын жерім жоқ. Бізді көшеге шығармауын өтініп, тізерлеп жылайтынмын. Мен декреттік демалыста болдым. Болмашы тиын аламын. Сүтім де таусылды. Ал ол азық-түлікке ақша беруді тоқтатты. Ол үйден тамақ ішпеді. Кейде үйге ұйықтап, жуынып, киім ауыстыру үшін ғана келетін болды. Бұл 5 айға созылды. Сосын бір күні өзінің сүйіктісімен келіп, менің заттарымды жинап, кетуге жарты сағатым бар екенін айтты. Пәтер соның атында еді. Құрметті тыңдарман, егер де әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Мен жылап, бізді қуып жібермеуін өтіндім. Ол айғайлады: «Сен мына қызға қара, мен сенімен қалай өмір сүремін?» Ол қыз әдемі, сымбатты, қымбат киімде, сәнді шашты болатын. Сонымен аязды қыстың кешінде пәтерден 5 айлық сәбиімді құшағыма қысып сыртқа шықтым. Сол күн есімде жақсы сақталды. Сыртта қараңғы, кешкі сағат 7, аздап қар жауып, шамдар жарқырап тұр. Мен күзгі етікте, жұқа киімде тұрмын. Бір қолымда заттар салынған кішкентай сөмке, бір қолымда қызым. Менде балалар арбасы да болған жоқ. Ол маған ұялы телефонды да бермеді. Өйткені оны сатып алған өзі. Қайда бару керек? Мен енді жыламадым. Мен жылайтын ештеңе де қалған жоқ еді. Баратын жерім болмады. Декретке дейін мен ауруханада медбикеге көмекші болып жұмыс істедім. Амалсыз сол жерге бардым. Мен кезекші дәрігерден ауруханаға түнеуге рұқсат сұрадым. Маған рұқсат етілді, бірақ бір түнге ғана. Таңертең мен ломбардқа барып, алтын сырғалар мен алқамды қойдым. Сол күні ағаш үйде тұратын бір орыс кемпірдің бөлмесін жалға алдым. Мария Сергеевна үйдің қожайыны. Менің әңгімемді естіген соң балама көмектесетінін айтты. Өзінің ұлы қайтыс болған екен. Жұмыс табу қиын болды. Жоғары білімім жоқ. Оқуымды 1 жылға бітірген жоқпын. Міне тағы соққы болды. Күйеуім маған келіп, көлік үшін несиені мен төлейтіндігімді айтты. Несие менің атымда, ал машина күйеуіме берілген. Егер мен баланы қолдауға жүгінсем, сот мені аналық құқығымнан айырады. Өйткені менде баспана да, тұрақты табыс та жоқ еді. Мен балық дүкенінде тазалаушы болып жұмысқа тұрдым. Кешке кафеде ыдыс жуамын. Түнде шұлықтар тоқып, оларды базарға саттым. Суықта балон курткамен күзгі етікте тұрдым. Кешке базардағы шіріген көкөністер мен жемістерді сұрыптап, шіріктерін кесіп тастап үйге алып келетінмін. Мен қымбат көліктерде отырған әйелдерге қызыға қарайтынмын. Бәрі әдемі, олар бақытты, қыстық киімдері бар, олар аш болмайды. Мария Сергеевнаға қызыммен отырғаны үшін көп рахмет. Мен түнгі 1-де үйге келетінмін. Қызымның заттарын жуып барып жататынмын. Ал таңғы 4:30-да жұмысқа бару үшін тұратынмын.
Мен тойып тамақтана алмадым. Жиі ауырып, үнемі мең-зең болып жүретінмін. Менің көруім төмендеді. Мен 18 килограмм жоғалттым. Қолдарым дірілдеп тұрды. Бет әлпетім көк түсті еді. Күшім болмады. Бірақ мен баламды балалар үйіне апарғанын қаламадым. Оның не екенін мен жақсы білемін. Мен пәтерлерді тазаладым, кіреберістерді жудым. Осылайша 4 жылдай өмірім өтті. Мен басымнан өткерген қасіреттің бәрін толық айтпаймын. Қорлау, азап, аштық, көз жасы, автомобильдің несиесі, осының бәрін денсаулығыммен, көз жасыммен төледім. Өмір тез өзгере бастады. Құдай маған бір әйелді жіберді. Мен тазартқан элиталы пәтердің қожайыны маған аяушылықпен қарап, өзінің хатшысы болып жұмыс істеуді ұсынды. Ол маған киіміме аванс берді. Қызымды балабақшаға орналастыруға көмектесті. Бәрі жақсара бастады. Мен компьютерлік курсқа түстім. Колледжді заңгер мамандығы бойынша бітірдім. 2 жылдан кейін мені жоғарылатып, менеджер болдым. Содан кейін ірі компанияда коммерциялық директор болдым. Үлкен жалақымен 3 бөлмелі пәтерді ипотекаға тіркедім. Машина сатып алдым. Үйді евро жөндеуден өткіздім. Жақында қызыммен Италияда, Францияда демалдым. Менің қызым жеке мектепке барады. Ештеңеге мұқтаж емес. Мария Сергеевнаны әже деп атайды. Біз оған көмектесіп, қонаққа барамыз. Міне тағдыр. Мен саяжай сатып алғым келіп, жарнама қарап отырғанмын. Моншасы бар саяжай сатылады екен. Пәтер иесінің әйелімен телефон арқылы хабарласқанымда, саяжайды тез арада сататынын айтты. Өйткені үлкен қарыздары мен кейбір мәселелерге байланысты шұғыл ақша қажет екен. Мен саяжайға құрбым мен қызым үшеуміз бардық. Үйден кім шықты деп ойлайсыз? Менің бұрынғы күйеуім мен баяғы сүйіктісі. Күтпеген кездесуден мен де олар да состиып тұрып қалдық. Мен оларға қарап тұрып, өткен күндерімді көз алдымнан өткеріп жаттым. Сол қыстың кеші еді. Аздап қар жауып тұр. Шамдар жанған кез. Мен жұқа киіммен, 5 айлық баламмен және қалтамда тиын тебен. Қайда барарымды білмей дал болып тұрмын. Ал қазір мен қымбат көліктің жанында, қымбат тонмен, әдемі сымбатты кейпімде тұрмын. Ал ол шашы жоқ, таз, шартиған кейпімен, кемі 100 келі болатын семіз әйелімен. Осылай 10 минуттай үнсіздікте тұрдық. Сіз менің не істегім келгенін білесіз бе? Мен оның қасына барып, оның бетіне түкіргім келген. Жылдар бойы жиналған ашу-ызаны осылайша төкпек болғам. Бірақ енді ол мен үшін бос орын еді. Мен бұрылдым да, басымды жоғары ұстаған күйі кете бердім. Ол сілейген күйі қала берді. Жолда көзімнен жас парлап келе жатты. Қайта-қайта Аллаға сансыз шүкіршілігімді, рахметімді жаудыруда болдым. Ешқашан үмітсіздікке салынбаңыз. Ешқашан. Мені естисіз бе? Ешқашан. Өмір өзгереді. Және сізде бәрі жақсы болады. Білім алыңыз, жұмыс жасап жақсылыққа ұмтылыңыз. Қайталаймын, ешқашан берілмеңіз және өзіңізді қорлауға жол бермеңіз. Құрметті тыңдарман, егер де әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Мені қолдаған әр оқырманға мың алғыс.